қолөнер үйірмесінде біздер жаңағы жаңашылдыққа үнемі ізденісте жүреміз деп соған дәлел ретінде тоқталып өтетін болсам, яғни қолөнер үйірмесі ана жүрекпен жасалатын іс деп айтқан болатынмын. Яғни оқушының дамуына үлес қосуда, оған жүрегіне жол табуда ұстаздың шеберлігі өте қажет болып саналады. Қазіргі таңда білесіздер, заман талабына сай әрбір оқушы смартфонға өте тәуелді. Яғни біз оқушыны ол тәуелділіктен қалай шығарамыз, баланың қызығушылығын қалай оятамыз. Осы орайда мен көптеп ойландым. Сол себептен осы қолөнер, сурет үйірмелерін негізге ала отырып, оқушыларға жаңа методиканы үйретуге тырыстым. Яғни бүгінгі біздің қолөнер үйірмесінде актыны біріктіретін 4D циклы, яғни мысал келтіретін болсақ, біріншіден discover шабыттандыру, dissing идея пысықтау, develop өнімді жасау, коучинг және де дисплей, яғни жариялау, бағалау болып саналады. Бұл тақырыпты алған себебім, яғни қазіргі таңда қолөнер сабақтарында заманауи педагогикалық технологиялар мен цифрлық құралдарды кіріктіріп, оқушылардың креативті, цифрлық сауатты және кәсіпкерлік ойлау қабілетін бір мезгілде дамыту болып табылады. Жаңа айтып өткенімдей, біздер оқушыларды тәуелділіктен қалай құтқарамыз? Оқушыға жаңағы сурет салғызу, жай ғана бояту ол қызық емес, иә? Сол себептен біздер қазіргі таңда мына смартфонды тиімді қолдана отырып, яғни суреттерді жандандырамыз. Ол үшін жаңағыдай арнайы Qover программасынан өзінің бұл программа бесплатно жаңағы программасын көшіріп аламыз. Сол программадағы суреттерді каждый оқушыға шығарып, мысалға мен берем. Сол бергеннен кейін оқушылар өздерінің қалауынша бояйды. Сол суретті әдемілеп бояп шығады, барлығын бояп. Сосын сол бойынша біздер ары қарай жұмысымызды көрсететін боламыз. Бұл суретті бояуда кез келген бояуды пайдалануға болады. Гуашь болсын, жаңағы фломастер болсын, жай ғана бояу болсын, кез келген бояуды, яғни оқушылардың қолында қандай бояу бар, соларды қолданып жұмыстануымызға болады. Енді мына суретте тек шағын ғана кейбір жерлерін ғана бояп көрсетемін. Себебі бұның барлығы уақыт шектеулі бізде. Ал оқушыларға осы әр суретті толығымен бояуға мүмкіндік береміз. Уақытша суретімді бояп болдым. Енді осы суретке жан бітіреміз. Мана тақырыбында айтып өткендей, яғни Qover программасымен жаңағы оқушыларға суретті жандандыру жаңағы жүйесін жасаймыз. Бұны қалай жасаймыз? Біздерге смартфон керек қолымызға. Сіздер мына көрініп тұрған экраннан тамашалай аласыздар. Яғни Qover программасын аламыз осылай. Жүктелуі көбірек болып тұр, себебі интернетте кішкене уақыт жағын алып тұр. Біздің неміз қосылды. Яғни осылай суретті ашып аламыз. Жүктелуі кішкене ұзақтау болуы мүмкін. Вот. Біздерге көрініп тұрса қазір. Яғни біздің суретіміз жанданды. Көріп тұрсыздар ба? Яғни бұтақта тұрған қыз. Қазіргі таңда суреттерге, яғни 3D форматта суреттер салу қазіргі тренд деп атауға да болады. Сол сияқты біздер оқушыларымызбен осы шелкография ұғымын қазір қолданып, өзіміздің үйірмемізде пайдаланудамыз. Содан қысқаша келтіретін болса, яғни бізге осындай үйде жаңағы қажет емес, қажет болған жағдайда футболкаларға сурет саламыз. Ол үшін бізге ең алдымен осындай футболка керек болады. Содан кейін арнайы бағанға бекітілген шелкография, яғни бұны арнайы дайындаймыз. Өзінің бөлек методикасы бар. Қазір қолымызда бізде дайын тұрғаны. Яғни осы футболкаға суретті бейнелейміз. Бұны қалай жасаймыз? Яғни ең бірінші біздерде қызыл түске, яғни қара түседі, қара түседі. Осылай, яғни бұл матаға арналған деколы краскасы, осыны қолданатын боламыз. Так, осы красканы керегімізше дайындап аламыз осылай. Одан кейін осындай арнайы шпателмен жүргіземіз біркелкі. Яғни бұл бізде көп уақытты алмайды, әрі таза, ыңғайлы жасалатын жұмыс. Бұны біздерде оқушылар өздерінің футболкаларына, жаңағы кез келген үйдегі қолданатын киімдеріне үнемі түсіріп отырады. Суретіміз біркелкі шығу үшін барлық жеріне біркелкі жазып жайып шығамыз. Бұл шелкографияны арнайы жаңағы өзінің дайындалу методикасы бар. Неше түрлі суреттермен, рисунктармен дайындап алуға болады. Осыны енді аламыз. Бізде міне футболкамызға жасалған осындай әп-әсем суретіміз дайын болды. Осы оқушылармен осындай үнемі неше түрлі суреттер салып жасап жүрміз.